Ең алғаш келін болып түскенімде есімде әйтеуір жұмыстан бос уақытымда үйде болған кезде енеме звондайтынмын. Енем жұмыста болатын да, күйеуім да жұмыста болатын. Тамақ істейтін кезде мама бүгін қандай тамақ жасайын деп күнде звондайтынмын, прямо күнде звондайтынмын. Өйткені әр үйдің өзінің қағидасы бар деген секілді, иә. Бір адамдар майлы тамақ жақсы көреді, бір адамдар майсыз суға піскенде жейді деген секілді. Мен үйреніскенше үйдің қандай тамақ жейтіндерін білмедім. Мысалы, өзімнің төркінімде тамақты томатпен сондай қосып жегенді жақсы көреді. Мысалы, палауды сулы қылып, ботқа сияқты қылып пісіргенді жақсы көреді деген секілді, иә. Әр үйдің өзінің қағидасы бар. Күйеуім жағымда көбіне нанды тамақтар жегенді жақсы көреді. Пельмен, манты, ет, палау, күнделікті қуырдақ, осы істелетін, біздерде көбіне істелетін осы тамақтар. Енді қазақтың ұлттық тағамы қуырмашты ұмытпаймыз. Қуырмашта да істеп тұрамыз, бірақ көбіне осы тамақтар бізде үйдегі істелінетін тамақтар. Солай мен сіздерге бір пельменнің бір хикаясын айтайын. Бір күні кешкісін тамақ істейтін болдым да, сосын енеме звондадым, мама қандай тамақ жасайын деп. Сөйтіп едім, бүгін балам пельмен жасай салайық деп сөйледі. Жарайды дедім. Мен ойымда жоқ та, ештеңе ойымда жоқ. Бүйтем ғой, пельмен жасайық десе, онда жарайды мама, онда мен магазин барып пельмен алып келейін десем, жоқ балам, қаяқтағы магазин, үйден қолдан жасаймыз пельмен дейді. Я в шоке. Енді бұрында білмеймін, манты көп, пельменді көп жемейміз, білмеймін, өйтіп қолымыздан түйетіні вообще есімде қалмапты да. Әйтеуір қазір бәрі современный дейсің, магазин сатып әкеліп, әйтеуір қазір халал түрлері бар ғой, сол сияқты. Сондай мен ойладым да, базардан магазин әкеліп, сол пельменді әкеліп түйіп сала салам, ой, оп-оңай табақ деп қоям ғой ішінен. Солай енді мантын не істеуді білмеймін, нанын басып, несін істеп қойды. Мамам енем келгеннен кейін барып бірге жасадық пельменді. Солай қызықты бір күндердің бірі, қызықты есте қалатын сол пельменім болды да. Ал сізде есте қаларлықтай қандай қызықты оқиғаларыңыз болды, өлсе комментарийға жазып кетіңіздер. Солай бүгінгі бізге пельмен істеу бұйырыпты. Обедке пельмен түйіп кеттім. Онда да пельменнің бар ғой, бір несі бар ғой, қандай бір бүткіл уақытыңды алады ғой. Сіздер пельмендеріңізді қолдан түйесіздер ма? Сөйтіп времянканың тамағын, шай тамағын беріп жинастырып келіп, үлкен үйге келіп, үлкен үйді жинастырып, сөйтіп әрі-бері жинастырып жүрдім. Кеше біз қалаға шыққанбыз. Ой, кешегі қаланың жырын айтпай ақ қояйын сіздерге. Екі баламен шығып, шынымды айтайын, өзімізді таппай келдік қой. Не істеп келгенімізді білмей қалдық даже. Әйтеуір соткамда осы видео бар екен, оған да шүкір.